Құрметті әріптестер, бізде қазір то есть сіздерде мынандай проблемалар болып жатыр. Жас мамандарға стаж бар мұғалімдердің бағалау парағы шығып жатыр, стаж бар мұғалімдерге жас мамандардың бағалау парағы шығып жатыр. Сол неге, қалай ауыстырамыз деген сұрақтар болып жатыр сіздерде. Міндетті түрде ноғдадағы техподдержкаға жазып қойыңыздар, егер сіздерде уже сондай бағалау парағы шығып тұрса. Сосын кім ноғдаға енді регистрация жасайын деп жатыр, жұмыс өтіліңіз бар болса, өздеріңіздің мектептегі ноғда сайттарыңыз, ноғдаға жауап беретін информатика немесе завучтар бар ғой, сол кісілерге айтып, бірінші данныйларыңызды өзгертіп алыңыздар. То есть стаждарыңызды, сол жақтан категорияларыңызды барлығын сол жақтан бірінші данныйларыңызды өзгертіп алыңыздар, сосын барып HR ноғдаға тіркеліңіздер. Сол кезде сіздерде бағалау парағы дұрыс шығады. И сосын уже тіркеліп қойған кісілерде дұрыс бағалау парағы дұрыс шықпай жатқан кісілерде жаңағы техподдержкасы бар, ноғданың көмек орталығы деп тұр. Сол жерде өздеріңіздің проблемаларыңызды, сұрақтарыңызды жазып жүрсеңіздер, ол кісілер өзгертіп беруге тырысады. Бірақ міндетті түрде тоже мектептегі данныйларыңыз дұрыс болмаса, ол кісілер өзгерте алмайды. Мектептегі данныйларыңызды жөндеңіздер сол үшін.